Сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге түс көру каналы. Бүгінгі шығарылымыз әртүрлі тақырыпта болмақ. Түсте биікке немесе тауға шығу жақсы, ондай түсті көрген кісі өңінде үлкен дәрежеге жетеді. Егер кісі түсінде биікке шығатын болса, онда ол өңінде үлкен дәрежеге қол жеткізеді. Ал егер биіктен құлар болса, онда ол өңінде қапалы болады. Түсте жақсы көйлек кию кісіге өңінде қуаныш әкелетін істің боларын хабар береді. Егер кісі өзінің өліп қалғанын көрсе, онда өңінде ұзақ жасайды. Егер кісі түсінде әйелдің қойнында жатса, онда өңінде оның дәулеті артады. Егер кісі түсінде тыржаңлаш жүрсе, онда ол өңінде барлық қайғы мұқтажынан айырылады. Егер кісі түсінде басына тәж кисе, онда ол өңінде байлыққа ие болады. Түсте сүйікті адамдарының бірін құшақтау бақытты болу нышаны. Түсте жылау өңінде қуаныш. Түсте аспанда тұрған айды көру өте жақсы. Ондай түс көрген кісі мұратына жетеді. Түсінде күнді көрген кісінің мерейі өңінде дұшпандарынан үстем болып дәулеті тасиды. Түсінде өзен көрген кісі өңінде үлкен олжаға, пайдаға кезігеді. Егер адам түсінде өзеннен су ішер болса, онда ол өңінде мақсатына жетеді, құрметке ие болады. Егер кісі түсінде қасиетті құдықтан зәмзәм суын ішсе, онда ол өңінде барлық күнәдан тазарады. Егер кісі түсінде өзеннен су ішсе, патша болады. Егер кісі түсінде құдықтан, арықтан немесе көлден су ішсе, онда ол өңінде әкім болады. Егер кісі түсінде суда жүзіп ойнап жүрсе, онда ол өңінде әкім болады. Түсте жұлдыздарды көру де жақсы, ондай түс көрген кісінің балаларының дәрежесі жоғары болады. Түсінде інжу мен маржанды көрген кісінің үйінде байлық үзілмейді. Түсте көрген өзеннің суы мөлдір болса, онда бұл өте жақсы. Егер оның суы лай және ащы болса, онда ол жақсы емес. Ондай адамдар бір сәтсіздікке ұшырайды. Түсте баққа кіріп, оны аралау жақсылықтың белгісі. Егер кісі түсінде баққа баратын болса, онда ол өңінде байлыққа ие болады. Егер кісі түсінде бақ пен дала гүлдерін көрсе, онда ол өңінде жұмақтағыдай күй кешеді. Егер кісі түсінде қызыл гүл көрсе, онда өңінде бай болады. Түсінде бал арасын қуып жүрген кісі өңінде пайдаға жолығады. Түсте өлген кісінің көрудің зияны жоқ. Егер ол адам сөйлесер болса, онда ол шындықты айтады.